Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Сіздермен бүгін шекенет пен кеспек істеу тәсілімен бөлісемін. Мен бізге қамырына ұн, тұз, бір жұмыртқа керек. Шекенетімізге спецтер 2 пияз керек. Сосын қуыруға картошка, пияз, болгар бұрышы, сәбіз, көк пияз. Сонымен бірінші қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқамызға тұзымыз саламыз. Кішкене ғана бір қасықтай су құямыз. Сөйтіп жақсылап араластырып алып, қатты қамыр елейміз. Кішкентай ғана. Осылай кішкене қамырымызды, қатты қамырымызды елеп бастырып тындырып қоямыз. Енді біз шекенетімізге пиязымызды майдалап аламыз. Пиязды шекенетімізге араластырамыз. Оның үстіне тұз, паприка, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң оны шағын бөлшектерге бөліп, домалақтап, дайындап алдын ала қойып қоямыз. Мен негізі бұны 3 адамға лайықтап істеп жатырмын. Біз бәрін осылай алдын ала дайындап аламыз. Қамырымызды елеп бастырып қойдық. Етімізді дайындап қойдық, көкөнісімізді турадық. Енді бастаймыз. Ыдысымызға майымызды құйып, пиязымызды қуыра бастаймыз. Бірінші 1-2 минут пиязымызды қуырып, үстіне сәбізімізді саламыз. Оның үстіне болгар бұрышын салып, жақсылап қуырып, суын құямыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, қайнатып аламыз. Сорпамыз қайнағасын, үстіне дайындап қойған шекенетімізді саламыз. Сосын картошкамызды саламыз. Сөйтіп, тамақ дайын болғанша қайнатамыз. Ет дайын болғанша, сорпа піскенше, оған дейін біз қамырымызды жая береміз. Асықпай қамырымызды жайып алып, кеспемізді кесіп, дайындап тұрамыз. Міне қалыңдығы осындай болса, қалыңшалы болған дұрыс. Енді майдалап кесіп, алдын ала дайындай береміз. Міне біздің кеспеміз кесіп болдық, бір келгі әдемі шықты. Осылай кесіп алып, сорпамызға дайын болған сорпамыздың үстіне жаймендеп саламыз. Міне біздің сорпамыз да дайын болып қалды. Кеспе сорпамыз. Міне дайын болды біздің сорпамыз. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.